Саламатсыздар ма? Бастайық. Так, ақпарат көлемін анықтау тақырыбы. Ең бірінші алдыңғы тақырыпты еске түсірдік. Ақпаратты қалай өлшеуге болады? Ақпаратты өлшеу үшін біз айттық, ең кіші өлшем бірлік бит, байт, яғни байттар қолданады. Компьютерде себебі ақпараттың барлығы бит пен байттың көмегімен, яғни екілік санау жүйесінде сақталады дедік. Енді ол ақпаратты өлшеу үшін алдыңғы сабақта өткен өлшем бірліктерді қолданамыз. Және бірден формулаға көшейік. Қандай формула арқылы біз ақпараттың өлшей аламыз? Ол бізде Хартли формуласы. Хартли формуласында бізде ол алфавиттік тәсілге жатады. Яғни информатикада ақпаратты өлшеудің бізде ықтималдылық және әліпбилік тәсілі болатын болса, бізге сол жерде керегі әліпбилік тәсіл. Яғни ақпараттың көлемін өлшеуде алфавиттік тәсіл деп те айтады. Алфавиттік тәсілді қолдану. Ол жердегі алфавит немесе әліппе дегеніміз не? Ол жерде әліпби әріптер, таңбалар, цифрлар, жақшалардың жиынтығы. Ол бізде әртүрлі болуы мүмкін. Демек, ол жердегі символ санында олардың айырмашылығы болады. Әліпби қуаттылығы деген түсінікпен танысып алайық ең бірінші. Әліпбидің қуаттылығы ол сол әліпбидегі символ саны екен. Біз шатастыру үшін ұбт-да әртүрлі айтуы мүмкін. Тек қана әліпби қуаттылығы деп қана қоймай, әліпбидегі символ саны немесе сұрақтың басында қолданылған алфавитте мынанша символ бар, немесе мынанша символдық алфавиттің көмегімен жазылған мәтін, яғни әртүрлі айналдырып бізден сұрауы мүмкін. Соның бәріне біз дайын болуымыз керек екен. Енді мына жерде бірнеше мысал келтірілген, көрсетіліп тұрған мысалдарда бізде мынау қазақ тілінің алфавиті 42 әріптен тұрады, түсінікті болу үшін алфавит қуаттылығы деген түсініктің. Мынау бізде орыстың алфавиті 33 әріптен тұрады, ағылшын алфавиті. Одан кейін мынау компьютердің екілік алфавиті, ол жерде тек қана екі символ болады. Бұл енді әліпби түсінігімен танысу үшін бұл кітаптан алынған материал. Бұл жерде дереккөз Атамұра, Арман ПВ баспасы және Атамұра баспасы. Екі кітаптан да алдым, себебі ол жерде кішігірім айырмашылық бар, және ұбт-да ол екеуі де келіп қалуы мүмкін. Ол жердегі айырмашылық орасан зор айырмашылық емес, ол жердегі айырмашылық тек бір әріпте. Енді соны қарастырайық. Ең бірінші Хартли формуласы бізде инженер Ральф Хартли ойлап тапқан екен. Бұл оның өмір сүрген жылдары. Оның ойлап тапқан жылы 1928 жыл. Бұл ұбт-да бұған дейін негізі келген жоқ. Бірақ егер келіп қалған жағдайда біліп жүрейік, 1928 жылы Ральф Хартли бізде ақпараттың жалпы санын есептейтін формуланы ойлап тауыпты. Және формулады бізде астында көрсетілген Хартли формуласы, ол n тең 2-нің кішкентай ай дәрежесі. Мынау бізге көріне ме бәрімізге? Көрінбесе жақындатып алсақ болады. Және бұл жерде n тең 2-нің ай дәрежесіндегі n әліпби қуаттылығы біз жаңа ғана айтқан. Ал кішкентай ай бір символдың ақпараттық көлемі. Яғни сол әліпбидегі бір символдың ақпараттық көлемі. Одан кейін мынау үлкен айды табуға арналған формула. Үлкен ай болатын болса, ол ақпараттың көлемі. Яғни бағанағы бір символдың ақпараттық көлемі болатын болса, үлкен ай жалпы мәтіннің ақпараттық көлемі. Және бұл формуладағы К символ саны мәтіндегі, біз көлемін іздеп отқан мәтіндегі символ саны. Кішкентай айды жаңа білеміз, ол бір символдың ақпараттық көлемі. Енді бұл формула бізде Арман ПВ баспасы бойынша жаттап алайықшы. n тең 2-нің кішкентай ай дәрежесі деген, мына жерде кішкентай ай тұр. Ал то есть Арман ПВ бұл, Атамұра баспасында дәл осы формулада x қолданылады. Яғни екеуі де бірдей нәрсемен айналысады. Екеуі де ақпараттың көлемін анықтайды. Екеуі де Хартли формуласы. Бірақ бір баспада бір символдың ақпараттық көлемін кішкентай ай десе, екінші баспада оны x деген. Одан ештеңе өзгеріп кетпейді, және тестте келген жағдайда екеуі де бізде дұрыс болып табылады. Яғни қайсысы келсе де, x пен келсе де, ай мен келсе де, басқа әріптерді түгендейміз. Ал x пен айдың бұл жерде екеуі де келіп қалуы мүмкін. Бұл жерде айырмашылығы тек баспада ғана екен. Ол түсінікті ма? Формуланы слайдты және сабақтың жазбасын жіберемін. Формуланы оға дейін скриншоттап жазып алсақ та болады. Және слайдтан да көргеннен соң міндетті түрде жаттап алайық. Бұл қажет формула, себебі тест жоспарында көрсетілген бұл
бөлім бойынша бізде ұбт-да 10 сұрақ келеді. Бөлімге кіретін тақырыптар олар ақпараттың өлшем бірлігі, санау жүйесі, осы біздің ақпараттың көлемін анықтау, яғни Хартли, және логикалық операциялар. Сол тақырыптарды қосқан кезде, оның ішіне мына тақырыпта бар 10 сұрақ келеді екен. Хартли оның ішінде 2 болуы мүмкін, 3 болуы мүмкін, бірақ міндетті түрде ақпараттың көлемін анықтау бізде келеді. Жақсы, кері байланыс берейік, бәріміз түсінсек, осында болсақ, алдыға қарай жылжи қарай. Аха, ұйықтап қалған жоқпыз ба, осындамыз ба? Жақсы, кеттік ендеше ары қарай. Ең бірінші мысалдардан бастайық. Ең қарапайым мысал осы тақырыпқа қатысты. Осы секілді есептер бізде ұбт-да келеді. Мынау мысал бізде кітаптан алынған. Яғни кітаптағы тапсырмаларды біз обязательно барлығын қарап шығуымыз керек. Кей кезде пробный ұбт болсын, ұбт-ның өзінде болсын, кітаптың тапсырмаларынан да ала салады. Бірақ енді сандарын ауыстырғанмен құрылымы бұл жерде ешқандай да ауыспайды. Білу керек нәрсе ол тек бағанағы екі формула екен. Яғни бағанағы екі формуланы жақсы түсініп алатын болсақ, кез келген сол тақырыпқа қатысты есептер бізге проблема болмайды екен. Жақсы, енді қарап шығайық. Әліпби қуаттылығы дейді. Әліпби қуаттылығын біз қандай әріппен белгілеп едік? Чатқа жазайық, оянайық. Әліпби қуаттылығы, алфавит қуаттылығы бағана қандай әріппен белгілейміз дедік? Біреу n деп айтқысы келді ма? N, е? N дейді бұл жерде 64-ке тең екен. N тең 64. Одан кейін ақпарат көлемі. Ақпарат көлемін біз бағана айттық. Мәтіннің ақпараттық көлемі болатын болса, ол үлкен I әріпімен белгіленеді. Ақпараттық көлемі 1,5 килобайтқа тең. Және бізге табу керек мәтінде неше символ бар екендігі. Мынау бізде есептің берілгені. Табу керек мәтінде қанша символ, ол К. К бізде белгісіз. Енді бұл жерде тағы да айта кететін жайт, бұндай есептерде жалпы Хартлиге қатысты есеп шығару кезінде бізде ақпараттың өлшем бірлігі қандай көлемден берілсе де, біз бұны битке айналдыруымыз керек. Битпен есептейді екенбіз. Сол себепті мынау килобайтты біз битке айналдыруымыз керек. Оны қалай айналдыратын еді? Кімнің есінде бар? Килобайттан битке айналдыру үшін, үлкен өлшем бірліктен кішісіне айналдыру үшін қалай айналдырушы едік? Есімізге түсірейік. Бәрі осында ма? Есте бар ғой бәрімізде. Иә, сомен дәрежесі жоқ, дәрежесі емес. Так, бұл жағдайда біз көбейтеміз ба? Көбейтеміз, иә, дәл солай. Айырмашылығына көбейтеміз. Битке дейін бізде килобайт пен биттің ортасында байт бар. Байтқа айналдыру үшін ең бірінші оны 1024-ке көбейтеміз. Яғни 1,5-ді 1024-ке көбейтеміз. Сол кезде бізде 1536 шығады. Сонан соң бұл бізде байт. Яғни 1536 ол байт. Біртіндеп айналдырайық. Үлкен айды айналдыру үшін үлкен ай қазір 1,5 килобайт етін. Оны егер көбейтсек, деген күшті көбейту мына. Төмен жасылайын. Егер оны көбейтсек 1024-ке, ол кезде біз 1536 қандай өлшем бірлік болады? Байт болады. Немесе битке айналдыру үшін қанша көбейтеміз? 8-ге көбейтеміз. Көбейтілген 8, мына көбейту екен түсінікті ма? 8-ге көбейтетін болсақ, біз 12288 бит аламыз. Бір апта демалып бәрін ұмытып қалдық па? Яғни килобайттан битке дейін айналдыру үшін біз бірінші 1024-ке көбейтеміз. Мәне 1024-ке. Және біз байт аламыз. Оны 8-ге көбейтсек, бит аламыз. Түсіндік пе? Жақсы. Енді 12288 бит бұл біздің енді есептеуге дайын ақпараттың, то есть мәтіннің ақпараттық көлемі, үлкен айдың мәні. Және бізге К-ны табу үшін мына формуланы қолданамыз. Яғни мына формула I тең К көбейтілген кішкентай I. Осы формуладан шығады. Осы жерден К-ны табу үшін, демек К тең болады. Мына жерде
жай ғана пропорция емес па, ай, үлкен айды кішкентай айға бөлуіміз керек. Бірақ ол үшін бізге үлкен кішкентай ай керек. Кішкентай айды біз n арқылы табамыз. Яғни мына формула арқылы n тең 2-нің кішкентай ай дәрежесі болатын болса, демек, мына жерге 64-ті қойсақ, 64-ті қойсақ, ол 2-нің қанша дәрежесі? Есімізге түсірейік, 2-нің 0 дәрежесінде ол 1-ге тең болады, яғни 1 дәрежесінен бассақ, 1 дәрежесінде ол 2, 2 дәрежесінде 4, ары қарай 8, 16, 32, 64, яғни 6 дәрежесі. Демек, 64 ол 2-нің 6 дәрежесі, мына жердегі кішкентай ай, ол значит 6-ға тең. Так, біз оны мына жазып қойайық. Кішкентай ай тең 6. Енді бізде кішкентай ай бар, үлкен ай бар. Енді сол арқылы мына формула бойынша жай ғана k-ны таба саламыз. Яғни 12288 бөлінген 6-ға. Сонда қанша болады екен? Тез есептейтіндер бар ма? Ауызша 2048 деді ма біреу? 2048 болды. 2048 ол бізде k, демек мәтіндегі символ саны. Ол бізде k етін, біз оны анықтадық. Жауабы 2048. Қалай анықтағанымыз түсінікті ма бәріне? Кері байланыс берейік. Қалай анықтағанымызды түсіндік па? Сұрақ бар ма? Сұрағымыз болса осы тапсырма бойынша қойайық. Сұрақ болмаса кері байланыс берейік және алдыға қарай жылжайық. Реакция, смайлик, қол көтерейік. Демалыстан кейін бәріміз ұйықтап қаппыз ғой. Хорошо. Так, кеттік ары қарай. Келесі тапсырмаға көшейік. Хабарлама 3 беттен тұрады. Әр бетте 25 жол бар, әр жолда 60 символ жазылған. Хабарламадағы барлық ақпарат көлемі 1125 байт болса, қолданылған әліпбиде қанша символ бар екенін анықтаңдар дейді. Енді оны қалай анықтаймыз? Бәрін көбейтеміз. Потом символ деп тұр ма? Бізге табу керек нәрсе ма? Так, ең бірінші берілгендерін жазып алайық. Бәрін көбейтеміз деген негізі дұрыс, бірақ енді прям бәрін емес. Бірақ ойын 3 бет. дұрыс бағытта. Аха, 3 бет. N деген 3 бет. 3 бет, n деген 3 бет емес. Так, берілгенін жазайық. Бұл 3 бет дейді, 25 жол дейді, әр жолда символ дейді. Бұл демек символ саны, я? Символдардың саны. Оны қалай белгілейтін едік? Символдардың саны k етін, я? K-ны жеке-жеке жазып алсақ болады. K бет деп жазсақ болады. 3. K жол десек болады. Ол 25. K символ десек болады. Әр жолдағы ол 60. Үшеуі негізі 1K болады қазір. Одан кейін барлық ақпарат көлемі хабарламадағы немесе мәтіндегі ақпарат көлемі деп айтатын болса, онда ол бізде үлкен ай. Үлкен ай тең 1125 байтқа тең. Енді қолданылған әліпбиде қанша символ бар екенін анықта дейді. Әліпбидегі қанша символ екенін анықтайтын қандай өлшем бірлікпен белгілеуші едік оны? Қандай айнымалы? Дұрыс, n деп айтты ма біреу? n мен белгілейміз. n-ді табу керек бізге. Енді ол n қаяқтан шығады? Так, n бізде мына формуламен анықтамай ма? n тең 2-нің кішкентай ай дәрежесі. Демек, n-ді табу үшін бізге кішкентай ай керек екен. Ал кішкентай ай мына формуладан шығады. Ай тең k көбейтілген кішкентай ай. Осы жерден айды анықтайтын болсақ, ай тең үлкен ай бөлінген k-ға. Бізде как раз үлкен ай бар, мына, және k бар. Сол арқылы кішкентай айды тауып, және жоғарыдағы формула бойынша біз жоғарыдағы формула бойынша сонан соң n-ді анықтай саламыз. Кеттік. Енді мынандай жағдайда біз не істейміз? Егер символ саны бізге нақты берілмей, мынанша бет бар, мынанша жол бар, ол жолда мынанша символдан деп айтатын болса, бағана дұрыс айтты, көбейтеміз. Барлығын көбейтуіміз керек екен. Яғни
егер логически ойланып көрейік, бізде бір парақта дейікші, мына 3 бет екен, бір парақта 25 жол жазылып тұрса, және әр жолда 60 символдан болса, сонда біз 60-ты 25-ке көбейтсек, бір беттегі символ саны шығады. Иә? Егер әр жолда 60-тан болса, ондай 25 жол болса, көбейткен кезде біз бір бетті аламыз, және 3-ке көбейту кезінде толық мәтіннің неше символдан тұратынын анықтайды екенбіз. Яғни, есептеп бастайық. К тең мына үшеуін көбейтеді екенбіз. Яғни, 3 көбейту 25 көбейту 60. Осы жағдайда бізде символ саны шығады екен. Қанша екен? Кән жылдам көбейтетіндер бар ма? 3-ті 25-ке көбейтсек 75, е? Яғни 3 көбейту 25 көбейту 60. Кім есептеді? 4,5 деді ма біреу? 4,5 дұрыс. 4500 символ саны бұл. К-ны қазір анықтадық. Енді К бар. Енді үлкен айды бізде дұрыс өлшем бірлігіне келтірейік. Қазір ол бізде байтпен тұр. Ол 1125 байтқа тең қазір. Біз айттық, есептеу үшін біз оны әрдайым битке айналдырып отыруымыз керек екен. Битке қалай айналдырамыз байтты? Кесімізге түсірейік. Битке қалай айналдырамыз? 8-ге көбейту арқылы, е? Иә, 1125-ті көбейтеміз 8-ге. Так, 8-ге 8000 болады. Мынау қазір 125-ті көбейтсек 8-ге тоже 1000 болады. Сонымен бізде 9000. Дұрыс па? Тексеріп отырайық. 1125. 8-ге көбейтетін болсақ, 9000 қандай өлшем бірлік болады екен? Бит болады. Жақсы. Енді К бар, үлкен ай бар. Мына формуланы қолданайық. То есть, бұл жерде енді мына екеуі бар. Ол екеуі арқылы мынаны қолданайық. Демек, кішкентай айды табу үшін ол тең екен 9000. Ол бізде ай бөлінген 4,5. Жауабы, асықпай ойланып жауап берейік, өте қиын есеп. Калькуляторға салып жіберіп, е? Қанша? Мәссаған. 2. Мәссаған, не деген жылдамдық? 2. Енді, бұл бізде кішкентай ай. Демек, бізге табу керек n етін. Енді мына формула бойынша шығарайық. Яғни, n тең 2-нің кішкентай ай дәрежесі болатын болса, демек, 2-нің 2 дәрежесі қанша бізде? Яғни 2-нің квадраты 4. Демек, жауабы міне. Ол бізде мынау ай арқылы шықты. Кішкентай айды қолдандықта, оны мына жерге қойдық мына формулаға. Сол кезде 2-нің квадраты ол n-ге тең болады екен. Демек, n 4-ге тең болады екен. Мынау бізде жауап. Түсінікті ма? Сұрақ бар ма осы тапсырма бойынша? Кері байланыс берейік, алдыға жылжыта аламыз ба? Аха, жақсы, алдыға қарай жылжайық. Сабақтың соңында осы слайдпен осы эфирдің жазбасын жіберемін, егер түсінбей қалған адамдар болатын болса. Так, ары қарай жалғастырайық. Келесі тапсырма бүгін жалпы Хартли формуласына қатысты мүмкін болатын барлық мысал түрлерін қарап шығамыз. Бағана мысал бізде К-ны анықтау керек еді. Біреуісінде наоборот кішкентай айды табу керек болатын болса, екіншісінде үлкен айды табуға арналған есептерді қарастырамыз. Және бұл тақырыпқа қатысты тағы да салыстыру есептерін береді. Барынша шатастырғысы келеді, бірақ енді сол жағдайдың барлығын қазір қарастырып шығайық. Кеттік. Әліпбидің әр символы екілік кодтың 8 цифрымен жазылған дейді. Әліпбиде қанша символ бар екенін есептеңдер дейді. Так, енді әр символы екілік кодтың 8 цифрымен жазылатын болса, демек, біз оны өтпеген шығармыз. Екілік кодтың 8 цифры бізде бір цифры бір битпен есептеледі. Демек, ол жағдайда бізде берілген не бұл жерде? Әр символдың салмағы ғой. Кішкентай ай, демек ол 8 битке тең. Болды. Әр символ 8 битке тең салмағы, егер 8 цифрдың көмегімен жазылатын болса.
Әліпбиде қанша символ бар екенін анықтаңдар. Әліпбидегі символ саны, ол әліпби қуаттылығы, ол n. n тең демек 2-ның 8 дәрежесі. Ол тең болады 8 дәрежесінде есептеп көрейік. 1 дәрежесінде ол 2, 4, 8, 16, одан кейін 32, 64, 128, 256. Демек, бұл жерде бізде жауап 256 екен. Бізде енді шатастыруға тырысты. Бұл жерде нақты санмен берген жоқ. Әліпбидегі әр символдың санын. Ол бізге оның екілік кодтың 8 цифрымен жазылатынын ғана айтты. Ал біз оны білеміз. Екілік кодтың 8 символы, то есть цифры, ол 8 бит. Түсіндік пе? Ал 8 битті егер бір символдың салмағы деп алатын болсақ, осы формула арқылы біз оның әліпбиде неше символ бар екенін анықтаймыз. Жақсы. Кері байланыс берейік. Түсінікті ма? Сұрақ болатын болса сұрайық. Кім түсінбей қалды? Қайдан шықты? Мынау немене бәле дейтіндер бар ма? Жақсы, ондай адамдар жоқ екен. Алдағы қарай жылжайық. Келесі тапсырма дәл осы тақырыпқа қатысты. Көлемі 1,5 килобайт болатын хабарлама 3072 символдан тұрады. Пайдаланылған әліпбидегі бір символдың ақпараттық салмағын анықтаңдар дейді. Саған бұны не қыламыз енді? Қап. Қиын болып кетті. Көлемі дейді, ақпараттың көлемі, яғни оны біз қандай әріппен белгілеуші едік? Белсенділік танытайық. Деген жоқ, ай, иә? Осыны айтқым келді ғой. Үлкен ай. Тең 1,5 килобайт. Егер біреудің есінде болатын болса, бағана ғана 1,5 килобайтты біз битке айналдырған етіміз. Нешеге тең болып еді? Бірден солай жазайын. 12288 битке тең болды. Оны қалай анықтағанымыз есімізде бар шығар, оған уақыт құртпай қояйық. Оны біз килобайттан битке айналдыру үшін бірінші 1024-ге көбейттік. Ол кезде біз байт алдық. Одан кейін оны 8-ге көбейтіп, біз бит алдық. Сол кезде ол 12288 болған етін. Жақсы, түсінбей қалсақ сұрайық, қайттан көрсетем қалай шыққанын. Енді ары қарай хабарлама дейді 3072 символдан тұрады дейді. Оны қандай әріппен белгілейміз? Хабарлама мынанша символдан тұрады. Байқадыңдар ма? Әртүрлі Карпа. К, иә? Олар әр дайым әртүрлі синонимдар қолданып, басқа жағынан айналдырып кеп сұрайды. Мысалы, хабарлама мынанша символдан тұрады деуі мүмкін, немесе хабарламадағы символ саны деуі мүмкін, немесе мынанша символдан тұратын ақпарат мынанша көлемге ие, немесе мынанша әріпі бар, алфавиттің көмегімен жазылған дейді. Ол үшін барлық жағдайда біз шатастырғысы келеді. Көбісі шатасатын нәрсе ол К мен N-ді шатастырады. Үлкен ай мен кішкентай айды шатастырады. Себебі үлкен ай ол мәтіннің ақпараттық көлемі болатын болса, кішкентай ай бір символдың ақпараттық көлемі. Және N әліпби қуаттылығы немесе әліпбидегі символ саны болатын болса, ал К мәтіндегі символ саны. Ұқсас сөздер, жауабын айтып жатыр ғой біздер Рауан уже. Рауанға жетіп алайық, тез есептеп тіпсақ. К тең дейді 3072. Енді әліпбидегі бір символдың ақпараттық салмағын сұрап тұр бізден. Бір символдың ақпараттық салмағы ол бізде кішкентай әріппен белгіленеді. Енді оны анықтау үшін бізге формуланы қолданамыз. Мына формуладан шығады. Тең К көбейтілген ай. Бұл жерден айды табу үшін ол үлкен ай бөлінген К-ға тең. Демек 12288 бөлінген 3072. Так, жылдам есептейтіндер қайда? Өте жылдам есептеп жіберейік. Рауанның айтқан жауабы дұрыс екені 4. 4 деген не бізде? Қандай жауап өзі? Нені таптық? Кім түсінді? Кім түсінбеді? Не таптық? Бір символдың ақпараттық салмағын таптық. Дұрыс айтасыңдар. Бір символдың салмағы бізде 4-ке тең екен. Ал бізде есептің жауабы. Жақсы, кері байланыс берейік. Рауаннан басқаларымыз осындамыз ба? Реакция, ақбота дейді. Айда осында, Нартай. Жақсы. Жарайды. Алдыға қарай жылжиық. Егер сұрақ болмайтын болса. Сұрақ болатын болса сұраңдар, бізде уақыт бар.
Так, кеттік ары қарай. Қуаты 256 болатын дейді. Қуаты 256 болатын деп те айта салады екен бізде. Қуаты демек әліпби қуаттылығы, иә. 256 болатын компьютерлік алфавиттің бір таңбасының ақпараттық салмағы дейді. Яғни бұл өте оңай екен, иә. Қуаты десе n дейміз. Ол тең болса 256-ға. Демек кішкентай неге тең болады? Сонда аны n 256 болса, мына формуланы еске түсірейік. Мына жерде n 256 болып тұрса, i неге тең демек? 256 деген 2-нің қандай дәрежесі? 8 дәрежесі ме екен? Иә, 8 дәрежесіне тең. Демек, бұл жағдайда i тең 8. Себебі n емес, себебі 256 деген ол 2-нің 8 дәрежесі. Болды. Осындай да тапсырмалар келуі мүмкін. Бұлар тесттен алынған тапсырмалар, кітаптан алынған. Себебі тест бізде кітаптан құрастырылады. Так что бұндай да тапсырмаларға дайын болайық. Сұрақ бар ма? Неге жылдан болып кетті дейтіндер жоқ па? Кері байланыс берейік. Аха, осындай екен. Жақсы, алдағы қарай жылжайық. Ұзақ создырмай, TikTok-тағыдай қайта-қайта лайк бас, там не бірдеңе жібер деп айтады оларда. Хорошо. Хабарламаның көлемі 11 килобайт. Хабарламада 11264 таңба бар. Оның алфавиттік мөлшері қандай дейді. Мәсінен қалай шығарамыз енді? Бүйтет бұлар. Хабарламаның көлемі бізде i мен белгіленеді. Яғни ақпараттық көлемі i мен белгіленеді. Ол 11 килобайт. Мәсіна үлкен ғой. 11 килобайт. Хабарламада мынанша таңба бар дейді. Ол бізде k. 11264 таңба бар. Немесе символ, әріп десек те. Бірақ енді всегда әріп бола бермейді ғой. Пробелда таңбаға жатады. Так, оның алфавиттік мөлшері қандай? Мәсіна. Бір символды табамыз да, соны 12-нің дәрежесін қоямыз. Иә, дәл солай. Жақсы, мұны уже біз түсінейін дедік, немесе баяғыдан білетін шығармыз, может, Хорошо. Енді формуланы қолданамыз. Мына жерде n-ді табу үшін бізге кішкентай i керек. Қайта-қайта жазып жатырмын осыны, әдейі, есімізге әбден сақталып қалсын. Көз алдымызға елестейтіндей, Так, одан кейін бізде мынайдан екеуін қолданып, біз кішкентай i-ді табуымыз керек. Кішкентай i тең, бұл формуланы қақтан шығатын, уже жазбайтын шығармын, уже қанша рет жаздым. Так, осылай. Енді бірақ мына килобайтты біз байтқа келтіруіміз, то есть битке келтіруіміз керек. Оны қалай келтіреміз? Мәссаған, i тең 11 килобайт болатын болса, бұл қалай болып кетті? Бұны қалай битке айналдырамыз? 1024-ке көбейтсек қандай өлшем бірлігі аламыз біз? Қандай өлшем бірлігі аламыз? Он бірді 1024-ке көбейтсек, біз байт аламыз. Яғни 11264 байт аламыз. Бізге енді оны битке айналдыру керек. Ол үшін тағы да 8-ге көбейтеміз. Көбейту 8. Так, тең болады 90112 бит. Түсіндік қой? Мынау біздің есептейтін санымыз. Енді k-ны табудың қажеті жоқ. K бізде берілген. Демек бірден есептеп кетеміз. i тең 90112 бөлінген 11264. Қандай сан шығады екен? Адам есептейтіндер бар ма? Кім 8 деп айтты? Біреу 8 деп айтты ма? Дұрыс. 8. Енді бұл 8 бізде кішкентай i, яғни бір символдың ақпараттық көлемі. Бұдан n-ді қалай табамыз? Кім айтады? Қосылайық. Белсенділік танытайық. Қалай табамыз? Мынау формула арқылы, Сонда қанша болады ол? 256 ма? 256, дұрыс. Мынау бізде есептің жауабы. Оңай шығады ма екен? Бар болған екі формуланы білсек болды,
Қалғаны тек сол формулалар арқылы шыға береді екен. Ең бастысы білу керек Хартли формуласы. Ол n 2-нің i дәрежесі немесе x дәрежесі. Оны ұмытпаймыз, сабақтың басында көрсеттім ғой. Әр жерде әр түрлі келуі мүмкін. Одан кейін әр әріпті білуіміз керек. Қайсысы, яғни қай өлшем бірлік қандай әріппен белгіленетіндігін білуіміз керек. Оны біз сабақтың басында тоже көрсеттім. Оны міндетті түрде жаттап алайық. Мына жерде енді x пен берілген, мына жерде түсіндірген. Мына кішкентай i деген, ол бізде мына жерге тағы да бір бөліп жазайын, әйтпесе мына жерде мәтін арасында түсініксіз шығар. N ол әліпби қуаттылығы. Немесе әліпбидегі символ саны. Осылай да беру мүмкін. Көбінде осылай беріледі. Бұл n етін. Енді келесі кішкентай i. Кішкентай i бізде бір символдың ақпараттық көлемі. Бір символдың ақпараттық көлемі. Басқаша сөзбен бір символдың салмағы. Түсінікті ме? Трансляцияның записынан да бір көріп аламыз. Осылар ғой мен баған бері сұрап атқан. Мынау немен белгіленеді, Бұны білу керек міндетті түрде. Үлкен i. Бұны кішкентай i-мен шатастырмаймыз. Бұл мәтіннің немесе ақпараттың салмағы немесе ақпараттың көлемі. Немесе салмағы. Немесе жадыда алатын орны деп те сұрайды. Осы синоним сөздердің барлығын біз жаттап алуымыз керек. Бізді олай шатастырмау үшін, К-ны көбінесе n-мен шатастырады. N әліпбидегі символ саны болатын болса, К бізде мәтіндегі символ саны. Енді точно түсінген шығармыз, Немесе мәтін мынанша символдан тұрады. Немесе мәтінде мынанша символ жазылған деген сияқты синоним сөздер қолданыла береді. Шатасып қалмайық, Жақсы, ендеше алдыға қарай жылжайық қайттан келген жерімізге. Қазір ғана біз осыны шығардық па? Келесі. 32 таңбалы алфавитпен жазылған хабарлама 140 таңбаны қамтиды. Оның ақпараттық саны қандай дейді. Ақпараттық көлемі шығар, Енді біртіндеп қазір дайын болайық. Енді жартылай өзіміз шығарайық, 32 таңбалы алфавитпен жазылған хабарлама дейді. Қалай белгілейміз? Қосылайық. 32 таңбалы алфавитпен жазылған хабарлама қандай әріппен белгіленеді? Кім бар? Алло. Ау, осындамыз ба? Мен жалғыз тастап кетіп қалған жоқсыңдар ма? Так. 32 таңбалы алфавитпен жазылған. Демек, алфавиттегі символ саны. Алфавит қуаттылығы қандай әріп? N. Бар екен, бір адам бар екен. N 32-ке тең дейді. 140 таңбаны қамтиды дейді. Таңба, яғни мәтіндегі таңба саны. Ол қандай әріп еді? К ма? Бәрекелді. К. Бар екен, бар екен. Алақай. Так, арғай. Оның ақпараттық саны қандай? Яғни ақпараттық көлемі. Ол қандай әріп? I. I, үлкен I, өте дұрыс. Бәрекелді. Жеттік ау. Так, енді бізге I-ды табу үшін қайтадан айтам, мына формула керек. I тең К көбейтілген кішкентай I. Ал кішкентай I-ды табу үшін ол n тең 2-нің кішкентай I. 700 бола ма? Вау, уже шығарып тастадық па не?
Білмеймін мен қанша болатынын, енді есептейін деп жатырмық. Иә, қазір есептеп көреміз. Возможно, иә, 700 болса 700 болатын шығар. Так, мына жерден бірінші кішкентай айды анықтап алайық. Демек, кішкентай ай тең 32 деген 2-нің қанша дәрежесі? 5. 5 дәрежесі, дұрыс. Енді 140-ты, яғни үлкен ай тең 140 көбейтілген 5-ке. Так, иә, 700 болатын сияқты ма? 700. Нені таптық бізге аз ғана? Енді өте қиын сұрақ, дайын болайық. Өлшем бірлігі қандай болады? Бұл бізде ақпараттық көлемі мәтіннің, яғни мынау үлкен ай. Өлшем бірлігі қандай болмақ сонда? Байт. Бит болады. Бит. Всегда бізде битпен өлшенеді. Бағана естерінде болса, байтпен берсе де, килобайтпен берсе де, біз есептеу үшін оны битке келтіріп жатыр едік қой, иә? Бұл жерде де дәл солай. Біз енді кері қарай, соған ақпараттың көлеміне қарай есептеген кезде алынған жауап бізде міндетті түрде битпен болады. Мынаны өте қатты жаттап алу керек. Бұл бізге қатты керек. Себебі тестте, ұбт-да бізде мына 700 деген жауап шығады. И варианттарда обязательно 700 бит дейді. 700 байт дейді. Одан кейін 700 килобайт деп барлығын жазып қояды. А вот сол кезде шатасудың көкесі болады, иә? Шатаспас үшін біліп алайық, что всегда біз ақпаратты өлшеу кезінде битті қолданамыз. Ол түсінікті ма? Кері байланыс берейік. Түсінікті болса алдыға жылжимыз. Ақбота әйтеуір ояу екен. Рауан. Қалғандары қайда? Мәссаған, 40 адам отыр. Аха, бар екен. Болды, ашуланбаңдар. Так, ары қарай. Болды, сабыр. Енді 30 беттік реферат дейді. Word мәтіндік процессорын көмегімен компьютерде жазылған. Оның әр беті 40 жолдан, әр жолы 50 таңбадан тұрады. Рефераттың ақпараттық көлемі қандай? Осы жерде мені қызық болайын деп тұр, мынау енді керек тақырып. 30 беттік реферат дейді. Word мәтіндік процессорын көмегімен жазылған. Бұны неге айтып отырғанын қазір түсіндірем. Ойбай, қисық кетіп қалдым. Wordпен жазылғандығы не үшін айтылғанын қазір түсіндірем. Оға дейін бірінші не берілгенін тауып алайық. К-ны берген, бізге. К-ны беріпті. К бізге 30 беттен, 40 жолдан, 50 таңбадан. Демек ол бізде 30 көбейту 40 көбейту 50. Мәса, не өп кетті сонда? Қанша шығады? 60 мың. 40 көбейту 50. 60 мың бола ма? Дәл солай, иә. 60 мың. 60 екен түсінікті ма? Так, бұл бізде символ саны. Осыны ғана берген бізге сонда, иә? Және де намек тастаған. Тұрғанда Word мәтіндік процессорын көмегімен жазылған компьютерде дейді. Компьютерде жазылған дейтін болса, немесе бізге бір символдағы, то есть бір символдың салмағы берілмейтін болса, және алфавит қуаттылығы берілмейтін болса, білейік, что компьютермен жазылған мәтін всегда 30, то есть 30 емес, всегда бізде 1 байттан тұрады, яғни салмағы. Немесе 8 биттің көмегімен жазылады. Себебі бізде компьютер ASCII-ді қолданады, яғни 256. Ол жерде стабильно, яғни по умолчанию дефолт 256 деп аламыз. Егер берілмейтін болса, К берілмесе, К деппін ғой, N берілмесе, немесе ол компьютерде жазылған деп айтатын болса, онда ол тұрақты түрде 256-ға тең. Неапынан бәрі қисайып кетті. 256-ға тең. Берілмеген жағдайда, мынау міндетті түрде. Бұны жаттап алайық. Мынандай есептерді шығару кезінде керек болады. Компьютерде жазылған деп бізге намек тап тұр. Демек, оның намегін түсінуіміз керек та, біз N-ді өзіміз жазуымыз керек. Оның 256-ға тең екенін. Себебі ASCII-да 256 символ бар. Ол жерде 256 деген ол бізде 8 дәреже, 2-дің 8 дәрежесі. Содан бізде айда шыға салады.
8-ге тең. Міне барлық керек нәрселер шығарды. Енді ақпараттық көлемін табу керек. Ол бізде үлкен I. Оны табу үшін үлкен I тең К көбейтілген кішкентай I. Демек 60.000 көбейтілген 8. Бағана біреу есептеп қойды уже. Қанша деді? Алты жердегі 8 қанша еді? 480.000 деді ма? Болды. Мынау бізде жауап. Бұл тапсырма түсінікті ма? Түсінікті ме? Жақсы, ja. Алға қарай жылжайық. Келесі, бірінші хат дейді. Мәссаған, яқта 2 хат беріп қойып бізге салыстыртпақшы, ja. Бірінші хат 32 таңбалы алфавиттің 50 таңбасынан тұрады дейді. Ал екінші хат 64 таңбалы алфавиттің 40 таңбасынан тұрады дейді. Екі хаттағы ақпарат көлемін салыстырыңдар дейді. Мәссаған. Ал жазып шығайық онда, ja, бірінші хат. Яғни 32 таңбалы алфавиттің 50 таңбасынан. Бірінші, бұл 32 таңбалы алфавиттің n емес пе? N бірдік, ja? Тең 32, 50 таңба деген К1 тең 50. Енді бұл бірінші етін, екіншісін жазайық. Ол N2 тең 64 К2 тең 40. Осы екеуінің ақпарат көлемін салыстыр дейді. Ақпарат көлемі қалай анықталушы еді? Так, екеуінде де ақпарат көлемін табу керек. I1 белгісіз, бірден 2 есеп шығарайық. I2 тоже белгісіз. Енді мына жерде n-нан бізде I алынады. Яғни кішкентай I неге тең, егер n 32 болатын болса? Біреу 5 деді ма? 32 деген 2-нің 5 дәрежесі емес пе? 1 дәрежеде 2, ары қарай 4, 8, 16, 32, 5 дәрежеге. Так. Одан кейін К 50-ге тең екені белгілі. Значит, үлкен I тең 50 көбейтілген 5. Ол қанша? Мәссаған, бұны қалай табамыз? 250 деді ма біреу? Қандай өлшем бірлік? Осыны айтайықшы. Қандай өлшем бірлік болады? Өлшем бірлігі бит, дұрыс айтасың. Ақбота дұрыс айтады. Всегда бит болады. Оны жаттап алыңдар, ол бізге тестте өте қатты көмектеседі. Бұны ұмытып қалатын болсақ, қатты қателесейін деп тұр. 250 бит екен. Мына жерде енді n неге тең демек? Мына жерде, ой, n деп ғой, n берілген ғой. I бұл жерде 64 деген 2-нің 32 5 дәрежесі болса логично, ол 6 дәрежесі екен. 6 дәрежесіне тең. Демек, үлкен I тең, ой, 50 несі құрсын. Бізде К бұл жерде 40-қа тең ғой. 40 көбейту 6-ға. Ол 240-қа тең екен. Өлшенеді. Демек, бізде мынау артық екен. Болды, екеуін салыстырдық. Сұрақ бар ма? Уақыт болыпты бізде. Сұрақ бар ма? Тапсырма бойынша. Жақсы. Сұрақ жоқ болатын болса, сау болыңыздар. Сабақ аяқталды. Осы сабақтың слайдын және трансляциясын группаға жіберемін. Я тыңдап тұрмын.